Сәлем достар, бүгін мен сендерге қалай өздерінің тұрған жерлеріңді өзгертудің жолын көрсететін болам. Яғни мен мысалы қазір Google картадан көретін болсақ, яғни өзіміздің тұрған жерімізді өзгертіп көрсете аламыз. Яғни OLX-та мысалы бірдеңені сататын болсаңыз, өзіңіздің тұрған жеріңізді Google-дан көрсетесіз, ал басқа жерді көрсете алмайсыз. Ал бұда керісінше сол OLX-та алдауға болады, яғни өзіңіздің тауарларыңызды тегін реклама ретінде кез келген қалаларға өзіңіз яғни жібере аласыздар, яғни реклама қылып шығара аласыздар. Ол үшін осы программаны тартып аламыз. Тағы айтып кететін болам, міндетті түрде настройкаға кіреміз. Бірінші настройкаға кіріп алуымыз керек. Тартып болғаннан кейін осы жерлерде бір функциясы болады. Местоположение дегенге кіреміз. Сол кезде жерде болады міне режим. Міне осы жерде спутник GPS-ам дейміз. Болды. Кейін ол программа сізді міндетті түрде разнобойщик деген аппарат, для разнобойщики коп дегенге аппарат, яғни қосқаннан кейін. Ол кезде мына местоположение туралы соны қосатын боламыз. Яғни осы өшік тұрады былай, соны қосамыз. Ары қарай ана программаны қосатын боламыз. Каналға жазыламыз, лайк басамыз, яғни осыны қосамыз. Мен қазір GPS-ім өшік тұрады, өшік тұр. Осы жерден кез келген жер таңдап аламыз. Мен мысалы қазір қай жер таңдасам болады? Қазақстанның кез келген жерін таңдауға болады. Мен мысалы қай жерді таңдайын? Қазақстанды таңдайын. Қазақстан қай жерін таңдаса болады? Мысалы Суданнан таңдай салайық. Египет таңдайық. Египетті таңдайын. Стартты басамыз. Болды, қосылды. Енді қараңдар. Мен қазір картаға кірем. GPS-ті қосам. Бірінші ана программаны қолдана алдында GPS-іңізді өшіріп алыңыз. Одан кейін содан жерді таңдаңыз. Сосын GPS-ті қосыңыз. Одан кейін барып картаға кірсеңіз, дұрыс яғни көрсететін болады. Міне менің тұрған жерімді қазір көрсетеді. Міне менің тұрған жерімді көрсетті. Яғни мен мына жерде тұрмын. Жаңағыда мен өзен таңдағандамын, өзенімге ұқсас бір жерлерді. Яғни олар маған осы жерді көрсетті. Мен Қазақстанда емеспін, көріп отырсыздар. Басқа бір жерді таңдағандамын, Египеттің басқа жерін таңдаған тұғымын. Көрдіңіздер, міне менің тұрған жерімді көрсетті. Егер мен мынаны бастым, сол кезде сол жерге апаратын болады. Мінеге менікін көрсетті. Google картамен. Яғни кейін OLX-те де яғни Астананы таңдайсыздар. Соны Астана деген картаға бастаңызда өзі Астананы көрсетіп тұратын болады. Яғни сіз Астананың OLX-тік сататын жеріне жібере аласыздар. Яғни ол үшін сіз OLX-ке ақша төлемейсіздер, өздері көрсете беретін болады. Мінеке көрдіңіздер, менің тұрған жерімді өздері өзгертіп көрсетті. Бангладеш деп. Ал мен Бангладеште емеспін. Мінеке көрдіңіздер, мен басқа жерде көрсетіп тұр. Мінеке Google сол сияқты негізінен қолдана аласыздар. Каналға жазыламыз, лайк басамыз, комментарийға жазып кетеміз. Ұнамаса дизлайк басамыз. Ең бастысы каналға жазылып кетеміз.